Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бізде бүгін екінші сабақ. Өткен жолы сіздермен бірге біз сол мобильный телефонға қалай сурет түсіріп, қалай оны өңдеу жайында өткен болатынбыз. Бұл жолы біз сол мобильный телефонға қалай видео түсіру керек және оны қалай өңдеу керек жайында аз-маз сөз қозғайтын боламыз. Сіздерге бір кішкене қызық болу үшін сабақты біз сәл лайв түрде өткіздік. Жай ғана әшейін қарапайым бір керемет роскошный кафе емес, жай ғана кішкентай бір кафеде жай ғана кішкентай ғана бір кафенің бір кішігірім бір рекламасын түсірдік. Ол бір керемет болып, бір күшті бір видео болып шығуы маңызды емес. Бұл жерде процессті сіздерге көрсету, себебі мен қанша дегенмен бәрібір де бір профессиональный оператор емеспін, профессиональный монтажер емеспін. Тура сіздер сияқты өзіммен өзім әйтеуір үйреніп келе жатқан адам емес, арнайы бір оқыған адам емеспін. Бірақ жақсылы жаманды бір роликтер, видеолар жасап жүрген адам. Сондықтан бірінші мәселе бағана видеоның басына түсіндіре кетейін сіздерге. Менің кішкене стабилизатормен қолданатын боламын. Ол видео стабилизатор ол не үшін керек? Себебі көптеген телефондарда, iPhone-нан басқа телефондардың барлығында оптический стабилизация жоқ. Ол бір сіздерге бір түсініксіз болып жатуы мүмкін. Оптический стабилизация деген, яғни телефонның өзінің оптикасының ішінде, сол жерде стабилизация iPhone-да ғана бар. Қалған телефондардың барлығында ондай нәрсе жоқ. Сондықтан Huawei, менің қолымда Huawei P20 Pro, бұл телефонның стабилизациясы электронный. Яғни бұл пиксельдермен стабилизация жасайды. Сол кезде оның бір минусы сәл қараңғылау болған жерде ода жаңағы экран сәл бұлыңғырланып кетеді. Енді келесі айтатын мәселе, сіздерде егерде iPhone болса, iPhone-мен мейлінше мүмкіндігінше қолмен түсіріп алуға мүмкіндік бар. Бірақ егер iPhone-ның өзіне жаңағындай стабилизация қолданатын болсаңыз, оның нұр үстіне нұр кәдімгідей видеоларыңыз өте стабильно шығатын болады. Егер ол нәрсені сіздерге қалталарыңызға қиындау болып жатса, мүмкіндігі болмай жатса, әрине оны алмай қойсаңыздар болады. Келесі түсіндіре кететін мәселе, көп телефондарда видеоны қосқан кезде, мен мына жерден камераны қосып жатырмын, видео тарапынан қосқан кезде, мысалға менің алдымда шайды түсіріп алу үшін, шайдың жарығы мысалға қалай түсіреміз, ол мына жерде значение экспозицияның фонын сақтап қалады да, яғни сізде мысалға мына жарықты түсіріп барып, камераңызды бірден жарыққа бұратын болсаңыз, сол жарық қалпын ұстап тұра береді, көрдіңіз ба? Ал егер ол нәрсені қоспайтын болсаңыз, ол нәрсе қосылған жоқ сізде. Мынаған кезде бұлай болды, жарыққа барған кезде бұлай болды, яғни сізде кадрда бір нелер болады, қалай айтсам болады. Бір жарық бір қалыпты болмай қалады. Қараңғы жерге барғанға тық ағарады, жарық жерге барғанға қараяды, ол дегенмен, қанша дегенмен, бұл профессиональный фотоаппарат, профессиональный камера болмағаннан кейін мейлінше былай қараңыз, жарыққа алып барасыз, үстінен ұстайсыз, значение экспозиция деп тұр ғой, яғни соны қатырып ұстап қалады. Осы қатырып ұстап қалғаннан кейін сізге керек жарықты, яғни былай төмендетіп, немесе қараңғылау болса жоғары көтеріп ашсаңыз болады. Яғни одан кейін ол кадрды, сол кадрды былай қайра ауыстырсаңыз да сол қалпында ұстап қалады. Көрдіңіздер ме міне? Мына жерде де сол қалыпты ұстап тұр. Осы нәрсені ескеріңіздер. Мен өзім қазір өзіме бұл жаңалық болып ашылып отыр, себебі мен телефонда оның жоқ екен деп ойлап жүрген. Сөйтсем бар екен. Көп телефондарда бар. Мен қолданатын камера, егер де сізде бұндай нәрсе жоқ болса, келесі мәселе мына Open Camera деген приложение бар. Сол арқылы видео түсіретін болсаңыз, ол жерде экспозицияны құлпы тұр. Құлпының үстінен басып, зафиксировать етіп, сонымен істей берсеңіз болады. Құлпының үстінен басасыз, экспозиция тура сондай. Мына жерге әкелдіңіз, былай апардыңыз, қатып, сол нені ұстап қала береді. Ал егер құлпыны алып тастасаңыз, қараңыз. Чайниктің үстіне алып барды, жарыққа алып барған кезде көрдіңіз ба, жарықты былай түсіреді. Мынаған келген кезде қайтадан тықетіп ашылады. Бүйтіп баратын жаймен, бүйтіп көтерген кезде байқалайды. Көрдіңіздер ме? Осы мәселені ескере кетейік. Яғни біз бірінші түсірдік. Одан кейінгі біздің қолданылған мәселе, біз видеоны мейлінше камераны былай тық қойып түсірдік. Яғни бүткіл видео, сыртқы, ішкі, тамақ қалай істеп жатқанын, официанттардың жүріп бара жатқандарын барлығын осылай тік қойып түсірдік камераны. Не үшін тік түсірдік? Себебі
қазір ол бір қалай айтсам екен в тренде, яғни Инстаграм әлеуметтік желіде өзінше бір сол формат қазір модада. Тренд деген сөз бар ғой. Трендтағы видео. Мейлінше, егер де сіздің видеоларыңыз қызығырақ болу үшін, Инстаграм оны көбірек раскручивать ету үшін, оны мейлінше интересныйға шығару үшін тренд қолдануыңыз керек болады. Ал егер де өзіңіздің бір семейный архив, үй ішіңізбен, бала шағаңызбен бір сырғанаққа бардыңыз, немесе бір жерге шомылуға бардыңыз, тағы бір туған күн бірдеңе өтіп жатыр, мейлінше видеоны мындай горизонтально түсіргеніңіз дұрыс. Себебі оны кейіннен телевизордан көрсеңіз де солай жақсы көрінеді, себебі полный экранға толық шығатын болады. Ал егер де оған тік түсіретін болсаңыз, телевизордың ортасымен былай қарап, тек қана телефонда көргенге ыңғайлы. Ал егер оны үлкен экранға, телевизорға, проекторға бірдеңеге шығаратын болсаңыз, ол толық болмай қалады. Құрметті достар, негізінде жаңа айтылмай кеткен мәселе, әр фотоаппараттың, әр телефонның өзінің жеке деген видеоға түсірген кезінде, видео қосылған кезде әр телефонның әртүрлі өзінің настройкалары болады. Мендегі мысалы Huawei'де камераның өзінің настройкасында, мына разрешениесінде, яғни Full HD-ге түсіруге настройкасы мендегі қазір 30 кадр в секунду, мына 30 кадр деген мағына береді. Яғни 30 кадр дегеніміз не? Ол 31 секундтың ішінде видео дегеніміз ол көп суреттерден құрастырылған дүние ғой. Яғни 1 секундтың ішінде 30 рет ол суретті түсіреді, сол суреттердің барлығын бір-біріне жабыстырады. Сол кезде плавный не пайда болады, движение пайда болады. Ал егер де мейлінше жай жаңағындай рапидный съемка деп қояды ғой. Мейлінше сіз артынан кейін видеоны жаңағы не арқылы, әртүрлі приложениелер арқылы ол видеоның скорысын жайлатып түсірем десеңіз, онда 60 кадр секундқа қойсаңыз, онда сіздің видеоларыңызда діріл аз болады, плавный жаңағы біздің шыққан роликтегідей, біз шығаратын роликтегідей сіздердің видеоңызда жай адамдар қимылдаған кезде олар ешқандай дірілдемейді. Ал егер сіз 30 кадр секундпен түсіретін болсаңыз, онда сіздің видеоларыңыз дірілдеп қалады. Соны ескергендеріңіз жөн. Одан кейінгі видеоның форматы, мына жерде H264 деген жазып отыр, көрдіңіздер ме? 265-ке ни в коем случае қоймаңыздар. Егер сізде Huawei болса, ол компьютерге салған кезде ашпай қалады. Оған не жасау керек болады? Оны конвертизация жасау керек болады. Сондықтан мейлінше шамаңыз келгенше осы Full HD-мен түсіре берген абзал. Видеоларыңыз қатты ауыр болмайды және сапасы да сондай бір нашар болмайды. Соны ескеріңіздер. Енді біз бағанадан бергі түсірген видеоларды немен монтаждадық? Өте оңай, жаңадан бастап жүрген адамдар үшін өте оңай приложение бар, Quick деген. Сол приложение арқылы жасаймыз біз монтажды. Себебі Quick'тің бір преимуществосы бұл жерде музыкаға қарай сіздердің кадрларыңызды кесіп реттеп шығады. Мен уже Quick'ті аштым, сіздер тамашалап тұрғандағыдай жанымда. Quick'тің ішіне сіз жаңадан түсірген видеоларыңыздың барлығын жүктейсіз. Яғни мейлінше сіз қалай түсірдіңіз, қалай реті болды, солай түсірген абзал. Себебі сіз оны олай түсірмесеңіз, кішкене дұрыс болмай қалады. Стеналардың бас жақтарын бәрін open камерамен түсіріппіз. Одан кейін барып уже замедленный видео съемкалар кетті бізде. Мына видеоларды рет-ретімен қойып жатыр мен әшейін, тупо рет-ретімен. Одан кейін мына жерде детализациялар бар. Бұларды кейін орнынан ауыстырса болады. Мына жерде мынау бар, мынау и соңғы мына кадр. Бізде примерно қазір осыларды алдық, галочканы басамыз, сол кезде бізге примерно өзі бұл сол кадрларға қарап отырып, өзі қазір істеп шықты. Мына жерге текст жазсаңыз болады, определенный, может быть, бір нәрсе. Бірақ бұл жерде бізге данный момент бұл нәрсе керек емес. Бірақ егер сізге керек болатын болса, біреудің туған күні бір жас, не болмаса тағы біздің отбасылық жағдай, табаганға барған, шаңғыға зырғанадық деген сияқты нәрселерді басына жазып қойсаңыз болады. Бірақ бұл жерде мен пропускаю. Бізде 3 минут 23 секундтық нәрсе шығарып тұр қазір. Бізде бұны Инстаграмға сыйғызу үшін мейлінше сжимать етеміз, яғни бұны қазір отырып сорттаймыз. Біріншіден, бұл жерде бізге музыка таңдап алу керек. Себебі сол музыкаға қарай реттейді. Ол үшін галочканы береміз.
өзіңнің библиотекаңның ішінен, яғни сендегі телефоныңдағы бар музыкаларды қолдансаңыз да болады. Егер де ол болмай жатса, мен қазір ойланып отырмын, қандай музыка қойсам бұған депші. Пример ғой, әшейін, мына жерде қазір өзінің нелерін тыңдап шығамыз. Яғни осы приложениенің өзінің бізге ұсынып тұрған музыкалары. Негізі кішкене қиындау процесс музыка тыңдау деген, себебі ол сіздің видеодағы музыка, ол сіздің өніміңіздің жақсы болып шығуының 50%. Себебі музыка жақсы таңдалмай қалды, ол уже провал да, кәдімгідей. Сондықтан осыған өте қаттырақ мән беріңіз. Ол өте тонкий нәрсе, сондықтан мейлінше бұған қаттырақ мән берген дұрыс. Себебі кәдімгідей полностью сіздің видеоңыздың гармониясын, динамикасын, барлығын мен дыбыс режиссері ретінде сіздерге айтайын. Себебі ол сіздің музыкаңыз бір басқа әлемді айтып тұрса, сіздің түсірген нәрсеңіз мүлдем бір бөлек нәрсе айтып тұрса, онда болды жол, провал кәдімгідей. Достар, біз жаңа музыка тыңдауға келіп тіреліп қалғанбыз, біраз музыка іздеуге тура келді. Соңында, в общем, примерно осы музыка болады деп шешім қабылдадық. Ол да қазір бұның қызығырақ жерін тоже бөліп аламыз, оны да көрсетеміз. Музыканы қойдық, яғни қазір определение ритма деп шығып жатыр ғой. Яғни осы өлеңнің ритмына қарай, видеоларды не өз бөліп шығады, quick. Так, ендігі мәселе бізде мысалға, мына жерде қараңыз, жаңағы Тумрис деген асхананың мысалға түсіріп жатқан кездегі несін толық қамтымай қалған, сол үшін рамка дегеннің ішіне кіреміз, бізге керек жерді аламыз. Мына жерден бастап, мысалға бізге осы нәрсе керек. Ручной режим дегенге аламыз да, сол кезде мына қараңыз, бізге именно керек жерді осылай көшіріп аламыз. Яқта елдер жазып алады, хат жазып алады. Бізге именно керек жерін бүйтіп кесіп аламыз. Сізге керек жер. Қазір. Артқа қарай кет. Тумрестің именно бізге бұл реклама болғандықтан толық несін көшіріп аламыз. Тумрес деген жер. Де, алдық. Бізде Тумрес, для начала Тумрес бар. Қараңыз. Тумрес бар. Так, екіншіні басындағысы бізге набір жер керек емес. Бұны аламыз да, керек емес нәрсені былай қарай апарсаңыз, удалить деп тұрады, яғни соны өшіріп тастайсыз. Сізде басы, яғни осыдан басталатын. Бірден Тумрестің жаңағы несінен. Екінші бізде кадр қандай кадр? Бұл кафенің іші. Іші, бұл бізге іші де керек емес. Так, сондықтан набіреу жер бізде набіреу кадр керек емес. Одан кейін мына жерде мынандай мәселелер болып отыр екен. Лағманның нанын созып отқан видеосы бұл да керек емес. Бұл да кішкене сәл удачный емес. Мынау да бір аса қызық емес кадр. Қызық нәрсе, давайте осыдан кішкене қалдырамыз. Бұған кіреміз. Осы кадрда қазір не аламыз? Яғни талқылайтын боламыз. Бұл жерде рамка кесетін нәрсе. Бізге керек жерін алып, бұлай кесіп аламыз, достар. Осының ішінен бізге осы жерде бізге жетеді. Келесі кадр бізде. Бұл бізге керек емес. Бұл бізге керек емес. Одан кейінгі. Мынау қала берсін. Дальше кеттік.
примерно осымен өзі лағман нанын созып отқан мейлінше керек емес ары қарай осы екі кадр біз жеткілікті. Мына жерде негізі әдемі кадр бар екен да. Бірақ та өкінішке қарай менің объективнің ескіріп кеткен ғой. Біз көреміз, может быть, кірмеген жерде бар ма екен. Мейлінше шамалы келгенше бұндай нәрселерді істемеген дұрыс. Яғни бұл жерде бізге уже мына кадр полностью жарамайды. Бұны өшіріп тастаймыз. Себебі мына жерде көрдіңіздер ма? Стабилизатордың несі кадрға кіріп кеткен, бөлініп жер. Мына жерде мына тамақты қуырып атқан нәрсе. Прикинь, бұл жерде де жүр ғой. Жаңа асығыс болып. Стабилизаторын сөйткен ғой, прикинь. Так, мына жерде негізі әдемі кадр бар екен. Кесеміз, бұның үстінен бізге мына жақта. Мына жерде алғаш. Бізге осының үшін өзі қазір квик таңдап береді өзіне. Негізі әдемі кадрларды. Келесіге ауысамыз. Бұлар негізінде жылдам өткізіп жүру керек қой. Негізі жаңағы біз ұзақ түсіріп алдық қой. Мейлінше ұзақ түсіріп аласың, себебі артынан кейін өзіңе керекті материалдарды алу үшін. Мына жерде не бар екен, бұны көрейік. Бұл жерде бізде қандай кадр. Бұның жоғары жағынан мына нәрсе алып. Бұл нәрсе бізге керек емес. Келесі бізде мына жерде нанды шығарып созып жатқан кадр. Бұған барамыз. Мына рамка яғни кеседі. Біз бұның ішінен бүйтіп нанды созып жатқан жерін алсақ. Так. Кәдімгі лағманхана болған. Тоже прикинь, не жүрген ана жерде. Ладно. Тура анау неге кіріп кеткен да. В принципе, андай бір кадрға кіріп тұрған төмен жағынан не қып тұр да, ош. Қазір көрейікші. Ау. Да. Қанша бітеді? Қойш. Қазір көрейік. Такс. Мына жерден официанттың тамақ алып келіп жатқаны. Чай әдемі кетті. Қалғанын қайдан дейсің ғой? Так, официанттың тамақ алып жатқан. Кафенің іші, бұның ішіне кішірек жерлер, потому что, в принципе, одинаковые нәрселерді. Бас жағынан бізге кішкене керек жерлерді. Кафенің отыратын орындары. Келесі кадр бізде тапшандарды жүріп отыр. Так, тапшанды бар. Так, мұны былай бөліп аламыз. Так,
кейбір жерлер может быть не жүрсе де болады, иә, жылдамдатып жүрсе де болады, иә. Керісінше. Мысалы, барлық нәрсе бір неде болмас үшін, бұл жерде скорость деп тұрады. Скорость деп бассаңыз, бұл мейлінше может быть жылдамдап кетуі де мүмкін, да. Мынандай нәрсе болады. Былай болады да бұл. Так, келесі мына жерде бізде люстра бар. Мына люстра бізге керек емес, екіншісін аламыз. Давайте осы люстраны, мысалы, қараңыз, мына бір жерге қосып жібереміз. Мынадан кейін. Мысалы, мына кадрды заметил еттік қой. Бұны мына жерден қояйық. Ұзақ керек емес, бізге примерно осы промежуток қана керек. Сол жерден бізге бір кусочек көрсе болды. Давайте проверим. Екінші мәселе, бізде уже 10 минут болып кетті болса, памятін жете ма? Память жетеді, телефон өшіп қалуы мүмкін, е? Так, сол үшін жылдамдату керек дейсіз ғой. Так, бізде мына біреу кадр маған ұнап тұрған жоқ, мүлдем бұны өшіп тастасақ болады. Мына жері бізде кувшиннің жақсы болған. Ау. Так, ішіндегі мына нәрсе тоже өшіп тастасақ болады. Так, ондай. Бізде мұны қысқарып 2 минутқа түсті. Қазір соясы 1 минутқа түсіреміз. Так. Так, мына бір жерде бүйтеміз. Кувшиннан мына бір жерде осы жеткілікті сияқты, мына біреуде керек емес. Бұл чайдың несін соңына қарай апарайық. Ең соңғы кадр осы чаймен бітсін. Так. Енді мына жерде бізге чай қойып жатқан кадр бар. Так, бізге бұл жерде не керек? Бұл жерден бізге чай қойып жатқан әдемі кадр ғана. Мысалға мынау керек емес. Мына жақ керек емес бізге. Бұл жер бізге керек емес. Бізде мына жерде әдемі құйылып жатқан чай бар ғой, сол жетеді. Иә, осыны қоямыз бұйырса. Қойыңыз. Әлі бізге 1 минут қысқарту керек. Так, бізде енді керек нәрсені, мысалға сізге осы жерде қайсы нәрсе керек? Сізге мына бір чайдың құйылып жатқан жері ғана керек па? Онда осыған ғана алып барасыз. Осы жерін ғана алып қалғаны керек емес сізге. Ал енді мына жерде мен сөйлеген болатынмын. Оны алу үшін, так, бұны алу үшін мынаған апарамыз. Так, кесетін рамка, яғни кесіп алатын жерде апарамыз. Бұл жердегі менің сөйлеген ручныйға алып барамыз. Кафе Тумрис, тәтті тағамдар мекені. Кафе Тумрис, кафе Тумрис, кафе Тумрис, тәтті тағамдар мекені. Дейді, осыны қалдырам. Мына жерде көрдіңіз, колонканы сөйлеп тұрады, усиление. Кафе Тумрис, тәтті тағамдар.
яғни ол жерде мен даусымды өшіріп тастауға болады, сосын смешать, то есть музыкамен қатар ашады. Кафе Тумрис, тәтті тағамдармен. Осылай қалдырамыз, и соңы осы кадрмен бітеді. Мына жерде мынау құйылып жатқан екінші кадр. Бұны көрейік, қалай болады. Кафе Тумрис, тәтті тағамдармен. Біз меню түсіріп аламыз деп, меню түсірмеппіз, е? Негіз менюдің несі сұранып тұр да, кәдімгідей. Так, енді қараңыз, басынан бастап бір вариант кеттік, бір қарап шығайық. Ал. Особо сондай бір керемет емес. Примерно қазір 1 минут 52 секунд тұр да, мен ішіне қазір 60-та өрі сияқты нәрселер бар да. Саған мына біреу кадр бізге керек емес. Мынау бір әдемі кадр қалдыруға болады. Тым ұсақ. Так, мына жерде қараңыз, бізде мына біреу не қылып жатқан, қуырып жатқан не тым ұзақ. Сондықтан осы жерден кадрларды қазір біз алып тастаймыз. Оны немен аламыз? Мына біреу біздің неміз бар. Осы жерде бізге керекті нәрсені ғана аламыз. Осы бізге жетеді. Қараңыз. Бізге бұлай, осы негіз жеткілікті. Мына уже керек емес. Сондықтан бізге өшіру керек, мейлінше бұл керек емес. Мына біреу басындағы не керек емес. Мына біреу жер тек лағманды ұрып жатқанын қоямыз. Біреу жетеді осы. Бұлай. Бұлай. Так, 1,5 минутқа түсірдік. Бізге бар ғой, тағы кадрлар жетіспей жатыр, қандай кадрлар жетіспей жатыр айтайын ба? Бізге замедлить етіп жатырмыз ғой, себебі бізде бір андай детальный кадрлар жетіспей жатыр да, шынымен мына жерде детальный нәрселер аз да, өтеш. Так, мына біреу жерде бізге деталь керек, екі ортаға. Аха, мына біреу жерде люстра бар, люстраны бері қарай алып келеміз, люстраны так біз мына жаққа қоямыз. Мына жерден мынаның алдына қоямыз. Мына біреу жердегі анау лағманның лапшасын созып жатқан видеоны, мына біреу видео керек па, керек емес па, қаншалықты әдемі мен білмеймін, бірақ более-менее тамақтың несі. Так, дәл ары қарай кеттік. Одан кейін бізде люстра. Тым ұзақ, тым ұзақ. Сондықтан бұны да мейлінше қысқартамыз. Тым ұзақ, бізге тым ұзақ. Осы жері ғана жетеді бізге. Осы жері ғана жетеді. Қайын көреді. Так, люстра. Люстраның да мына жерде біреуі жетеді бізге, екіншісі керек емес. Официанттың басындағы жүрген жері әдемі. Кеттік жай деп болады. Так. Сосын мына біреу нәрсе керек емес карта бізде. Жастықтар. Сосын мына біреуді де алып тастай салайық. Соның арасынша, может быть, мына кувшинді мына біреу жерге салып жібереміз. Орнын былай ауыстырсаңыз болады, достар, көрдіңіздер ме? Мына екі тапшандардың арасына мына біреу кувшинді жібереміз. Кувшиннің ішіне керек бізге әдемі кадр таңдап алу үшін рамкаға кіреміз. Бұның ішіне бізге керек мынау бас жағы сияқты. Әдемі осы жер сияқты. И то біреуі де жетеді бізге. Осындай кадр. Чуть неудачно. Давай, мына жерден. Так, бұның ішінен тағы қандай бар еді? Қарап көрейік, тағы не бар екен? Бас жағы.
қазір 1 минут 6 секунд не шықты. Мына бір екінші шай құйған керек емес. Так, бізде мына жерде екінші шай құйған, бірінші шай құйған мына бір жетеді. Қайта шай құйып жатыр, мына бір жерде шай құйып жатыр. По-моему, мынау керек емес. Алып тастаймыз. Кафе Тумрис. Тәтті тағамдар мекені. Так, 1 минут 1 секунд болды бізде. Чуть-чуть бірдеңені тағы да алу керек. Не керек емес деп ойлайсыздар. Давай, басынан бастап бір қарап шығамыз. Қазір кеттік. Бисмилля. 19 минут болыпты уже қарап отқанымызға. Бас жағы тым ұзақтау сияқты. Опа, кетті, мынау кетті. Мына жер тым ұзақтау сияқты. Маған бас жағы да сәл ұзақтау. Кішкене бас жағын алу керек. Музыка тым монотонный, қазір музыканы тоже қарап көреміз. Так, примерно түсінікті. Бас жағында қазір наврю кадрды сәл жылдамдатып жіберсек болады. Ол үшін сіздерге жаңа көрсеткендей мына үстін басамыз. Мына жерде скорость деген нәрсе бар. Соны қоссақ, бұл жер уже жылдамдайды. Опа, понятно, е? Бізде уже оқылы деді. Тумрис. Сразу кетті. Мына бір жерде бізде тым не көп. Кішкене құрып жатқаны жетеді бізге. Бір ғана кадр жетеді құрып жатқаны. Сондықтан мына жер тоже бізге өте кішкентай ғана көш жетеді. Лапшаны шығарып отқан жер болса жетеді бізге. Так, тағы қысқартамыз. Так, сәл дұрыс болмай жатыр. Осы бізге жетеді. Сонымен бізде қазір 53 секунд болды. Ағарай көреміз. Мынау бір кадр сурет сияқты движение жоқ. Мына жерде не бар? Тапшан, кувшин, құрметті достар, біз примерно 50 секунд видео шығардық түсірген видеолардың ішінен. Оны әрине 1 минутқа да созуға болады, бірақ та кішкене динамикасы кетіп қалмас үшін мейлінше видеоны мейлінше жақсы нелерін алуға тырыстық. Себебі бұл кішкене асығыстау болды. Әрине бұны асықпай, бір күніңді бұған арнап, әбден кадрларын іздеп шығарсаң, вообще шедевр шығаруға болады. Мен сіздерге шындығын айтайын, мына нәрсе примерно 45 минуттың ішінде түсірілген нәрсе максимум. 1 сағатқа да жетпейді. Тез келдік, кафемен келістік, тарс түсірдік. Асығыс, апыл-ғұпыл болып отқан нәрсе. Одан кейін ескеретін нәрсе, достар, видеодағы ең маңызды нәрсе жарық. Қандай да видео түсірейін деп жатсаңыз да мейлінше жарықпен жұмыс істеген дұрыс. Біз қазір мына жерде кішкене профессиональный свет қойып алдық, өзіміздің видеомыз сапалы шығу үшін. Бірақ та негізінде қандай да видео түсіретін болсаңыз, ол жерде жарық кезде мейлінше күндіз, түнгі съемкалар телефонмен мейлінше қашу керек. Түнде видео түсірейін деп жатсыз ба, ол жерде мейлінше жарық светте, яғни көше қатты освещениесі мықты жарқырап тұратын көше, кафе или супермаркет болады ма, сондай жарық жердің ішінде фотоға да, видеоға да байланысты. Одан кейін кадр өткен жолы воздух мәселесі. Қандай да бір адам түсірейін деп жатсаңыз, екі шетінде симметрично бастың несі мейлінше жақсы болу керек. Адам былай қарап баратса, алдынан сәл воздух беру керек. Былай қарап баратса, мына жақтан воздух беру керек. Жоғары жағынан аяғын кесіп жібермеу, адамның басын кесіп тастамау деген сияқты мәселелерді мейлінше қарау керек. Қазір тағы да кішкене қамтып өтеміз.
сіздерге түсіндіре кетем. Соңғы жағына қарай общий кадр, средний кадр, супер общий кадр, онан кейін крупный кадр деген, деталь деген, макросъемка деген нәрсеге бөлінеді. Ол общий кадр деген бар ауқымды алу, үлкен кафенің сыртымен полностью. Одан кейін тағы да бір общий нәрсе, біз 4-5 адам келеді, оларды алу. Средний кадр адамды белінен кесу, крупный кадр адамның басын ғана алу. Деталь деген ол жаңағыдай бір қасықты ғана түсіру, немесе чайникті ғана түсіру, детальны кесені ғана түсіру. Сол мәселелерді ескеру керек. Олардың барлығы симметрично, мейлінше дұрыс кадрды, дұрыс планмен, воздухтарын дұрыс беріп алуға тырысыңыздар. Кешіріңіздер. 50 секундтық нәрсе шықты. Енді достар, бұл жерде біз ескеретін нәрсе, так, мына жерде өзінің фильтр, начало музыки, яғни сіз астына қойған музыканың мейлінше қызық жерінен, яғни бас скучно болып қалмас үшін, мына жерде біз мейлінше музыка, уже динамикасы полный рост кеткен жерден бастап алдық. Одан кейінгі мәселе енді фильтр. Біз түсірген видео мейлінше одан арман әдемірек болу үшін мына жерде отырып аламызда фильтр таңдаймыз. Ол жерде уже видеоға кішкене кәдімгі насыщенность береді, ол жерде бір кәдімгідей бір киношный кадр береді. Примерно осы кадр таңдадық. Еще плюс тағы да мына жерде мынандай нәрсе бар. Яғни сізге керек жерді ғана кесіп алу. Қалай айтсам болады? Так, концовка деген нәрсе бар. Бұл жерде Quick'тің ішінде соңында Quick деген жазу шығармай тастау үшін концовка деген нәрсе бар. Сол жерде өшіп тастасаңыздар да болады. Екінші мәселе, фильтрді көрдік. Үнген вертикально видеоңызды бұлай жаңағы киноның форматына түсіріп тастайды. Соны егерде сіз видеоны қалай айтсам, видеоны егерде сіз немен түсіретін болсаңыз, қалай айтсам болады, жаңағы горизонтальный сотканы қойып, бұлай қойып түсіретін болсаңыз, мына жерде кино дегенді таңдайсыз. Егерде бір 4 бұлай түсірсеңіз, онда сіз мейлінше видеоны 4 бұрышты қылып осылай аласыз, квадрат. Кейін вертикально, яғни жаңа айтып өттік, біз в тренде деп отқан нәрсе осы міне, вертикально, осы форматта ыңғайластырып шығарасыз. Біз мына жерде жаңа концовканы өшіріп тастаймыз, жаңа қосылып кетті. Мұның кейін, достар, бұл Quick деген нәрсеге де жабысып қалуға болмайды. Осы сияқты көптеген қазір приложениялар бар. Ол InstaShot мен көп қолданатын, KineMaster деген нәрсе бар, Power Director бар. Мен 4-5 приложениялармен қолдана беремін. Олардың өзінің артықшылықтары бар, әрқайсының өзінің бір кемшіліктері де бар. Біреудегі бар нәрсе, біреуінде жоқ деген сияқты. Кейде мен мысалға мына Quickпен істеп аламдағы, артынан кейін InstaShotқа қалып, InstaShot'тың өзінің преимуществосы ол жерде бір текст қосатын болсаңыз, сол тексттары, шрифттары әдемі. InstaShotпен жазып аласың. Power Director'дың бір өзінің плюсы, сіз егерде бір киношный эффект істегіңіз келсе, каше қою керек болатын болса, каше деген нәрсе жоғары жағында кинода қара қап-қара тұрады, төмен жағында, жоғары жағында. Сондай нәрсе қойсын, Power Director'мен қойған жақсы. Сосын Power Director'мен бір кәдімгідей бір деген нәрсені кесіп алып тастау үшін, кәдімгі детально өте әдемілеп кесіп алып тастауға болады. Сол сияқты әр приложениенің өзінің бір артықшылығы бар. Quick'тің несі ең оңай жері бұл жерде өте просто, өте для новичков, өте жаңағыдай түсірдіңіз, өзіңізге керекті жерлерін таңдап алдыңыз, кішкене фильтр қостыңыз, жаңа музыканы дұрыстадыңыз, экспортнули, у вас нормальный 1 минуттық Инстаграмға салатын нормальный видео шығады. Сол үшін мен Quick'ті сіздерге таңдап отырмын. Негізі ары қарай өздеріңіз ізденіп, ары қарай қарап, мынаны былай істеп, мынаны былай істеп, просто шынымен де бір уақыт керек, талпыныс керек, ізденіс керек, ары қарай бәрі сіздер ойлаған жақсы болады. Сосын продолжительность деген нәрсе бар. Бұл жерде көрдіңіз ба, вообще мүлдем сторисқа жететіндей қылып, мынамен вообще мүлдем қысқартып тастауға да болады. Мына жерге де алып келіп отыр, Инстаграмның несі тұр, именно Инстаграмның жаңағы 1 минуттың ішінде қылып істейді деген сияқты. Бұл жерде солай да істеуге болушы еді, біз бірақ та одан Инстаграмның несін азырақ қылып 49-50 секундтың ішінде бұны шығарып тастауға тырыстық. Начало музыки түсіндірдім, вертикаль түсіндірдім, фильтр түсіндірдім, шрифт. Яғни егерде біз какой-то бір текст жазатын болсаңыз, осы шрифттарды осы жерден таңдап аласыз. Біз басында өтіп кеттік қой, сол нәрседе алып кете саламыз. Яғни бізде примерно қазір бір 49 секундтық видео шықты. Осы видеоны алып қазір біз Инстаграмға жүктеп қоямыз. Осындай видео түсіру үшін сіздерде
келесі сабақ осы жайында болады деген мәселені осы жерге қазір жүктейміз. В принципе достар, біздің не бітті. Осылай мына жерде артық бір не бар. Қазір алып тастай салайық. Екі нәрсе қосылып кетті. Бізге мынау ғана керек, анау керек емес. Так, мына жер. Осы жерде кішкене лаңқырамай тұр. Мына жерді ғана алайықшы. Ручной режимде қойсайшы. Окей. Так. Чай құйылды. Бізде бір рет чай құйылған жетеді. Біреу жетеді. Мына жерде артық біреу бар. Оны алып тастау керек. Мына бізге керек емес. Так, бұны дәл жетіп тастаймыз мына шетіне. Ең ол екінші құйылып жатқан шай. Мына жерде еще мындай қызық нәрсе бар достар. Біз бірінші несімен ала салдық қой. Ар жағында қосымша тағы да нелері бар да, переходтары бар да, мындай нәрселер істеуге де болады. Мына переходпен керек. Қазір бұл жерде мүлдем кәдімгі переходтарының өзі сәл басқашалау болады. Арасында бір переходтар қосады. Немесе мынандай Бенди деп қояды. Бұл жерде кәдімгі бір ретро стиль қосады да, көрдіңіз бе ма? Ескі бір не сияқты. Мына біреу өзіңіздің еркіңізде де бұл жан-жағынан қыз бар арқылы қосады. Мынандай нәрсе переходтар. Тамақтар болады. Содан кейін келесі бір былай істей береді. Кафеге осында істей береді. Вот, интересно, просто не скучно. Дайын нәрселер барлығы. Просто ары қарай өзіңіздің фантазияңызға қарай істей бересіз. Енді соңғысына, может быть, бір не қосатын шығармыз, иә? Бір добавить текст деп тұр ғой. Ең соңғы кадрға мына жерге добавить текст деп бұл жерге жазып қояйық қазір. Ағылшынша әріптермен Dumfries. Дедік. Құрметті достар, осымен біздің бір неміз аяқталды. Мінеки, осылай кәдімгідей біздің қанша уақытымыз кетті? Қазір бір жарты сағаттан астам уақыт кетті. Сабағымыз осымен аяқталды. Соңғы нәрсесін көрсете салайын. Мына біреу кнопканы баса, сохранить без публикации дейді. Яғни бұл өстіп видеоны сохранить етіп шығады. Достар, бір неғыла кететін, ескеретін жағдай, бұл Quickпен болсын, Instashopпен болсын, KineMasterмен болсын, сол сияқты көптеген приложениелер бар неге арналған. Androidқа арналған, iPhoneға арналған. Мен өкінішке қарай iPhoneмен жұмыс істегеннен iPhone'дікін жақсырақ білмеймін. Бірақ iPhone'ның нелерінде артынан өтетін талқылау барысында оны сіздерге біліп беруге тырысам, себебі бізде осы видеоны түсіп беруге бізге көмектесіп жатқан Арайлым деген қарындасымыз бар. Ол қарындасымыз біздің тоже мобилографиямен қазір өте тығыз айналасып жүрген қыз. Құдай бұйырса, ол қыздан да тікелей эфир барысында да ол қыздан да именно iPhoneға қайсы приложениялар ыңғайлы екенін монтаж жасауға, фотоға өңдеуге соларды сіздерге біліп беруге тырысатын боламын. Достар, жаңа біз сабақ барысында түсіріп отқан кезде телефонның қуаты бітіп, жаңа сабағымыздың соңғы жағы сіздерге толық түсірілмей қалды. Точнее, менің түрім түсірілмей қалды. Негізінде ертең тамашаладыңыздар ғой өздеріңіз. Достар, кішкене айта кететін мәселе, негізінде барлық нәрсе өздеріңізге байланысты. Фантазия, ізденіс, талпыну, эксперимент жасау, неше түрлі нәрселер жасап көру, түсіріп көру, ютубтан қарау. Көп нәрсе өзіңізге байланысты. Себебі біз сіздерге құралын қалай істеу керек екен, технический жолдарын көрсетіп жатырмыз. Ары қарай уже көп нәрсе сізге байланысты. Сондықтан бастысы шаршамаңыздар.
бастысы талпыныңыздар, ізденіңіздер, сонда сіздер көп қызықты нәрселер өздеріңіз үшін түсіруге болады. Сіздерден мықты видеографтар, мықты кәдімгідей клипмейкерлер шығып жатса мен таңғалмаймын. Себебі бастысы сіздерде талпыныс бар, шаршамаңыздар. Осымен біздің сабағымыз соңына шықты. Бұйырса телеграм-каналда әрі осыны талқылайтын боламыз, қарайтын боламыз, үйренетін боламыз, жасайтын боламыз. Баршаларыңызға үлкен рахмет. Шынымен де маған сеніп, маған осындай сенім артып, осындай үлкен маған жауапкершілікті артып, осындай сабаққа келгендеріңізге сіздерге алғысым шексіз. Осылай кездескенше, бұйырса тағы да әлі жоспарда, басқа да сабақ түрлерін өту жоспарда бар. Может быть, кішкене тереңдеуіміз мүмкін. Болашақта жоспар көп, енді шешімін Алла тағала өзі реттер. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.